Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте тез дайындалатын және рецепті оңай молочная девочканың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет болады. 3 жұмыртқадан кейін 1 стакан қант қосып, жақсылап араластырамыз. Блендермен жақсылап араластырамыз. Бұл бөлішті негізінен өте жақсы араластыру маңызды. Жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде жаңағы біздің неміз көтеріледі. Осында аппақ түс беріп тұрады. Артынан 1 стакан сгущенка қосатын боламын. Разрыхитель 1 ас қасық қоссаңыздар болады, немесе 1 шай қасық қоссаңыздар болады. Өздеріңіз білесіздер. Және ұнды 3-4 қасықтан бөліп салатын боламыз. Бұл жерде негізінен ұнды сразу барлығын салып тастауға болмайды. Оны бөліп, араластырып салу қажет. Тестосы негізінен бұның не қою болмау қажет, не сұйық болмау қажет. Орташа болу қажет. Тестіміз дайын болды. Енді бұны пергаментная бумага сіздер алатын болсаңыздар, мынандай поклан деген пергаментная бумага жақсы. Осыны алсаңыздар. Осыны алуға кеңес беремін. Және де осындай бізге кольцо керек болады. Бұл бізде жаңағы торттың размерін топ-тура қылып шығарып береді. Осы неге? Бұл қателеспесем размері 22. И ас қасықпен 3,5 қасықтай салып распределять етемін. Қызып тұрған пешке 180-200 градусқа қойып 5-10 минутта пісіріп алатын боламыз. Дайын болған коржымызға жаңағы осындай кача алып алсаңыздар, үйлеріңізге өте жақсы. Бұл деген торттың размерін өте жақсы келтіреді. Мен мына жерден 20 сантиметр алдым, барлығы бірдей болу үшін. 20 сантиметрді белгілеп алып, осы қамырдың үстінен басамын да размерін аламын. Сыртындағы корждарды алып қоямын. Дайын болған корждардың бәрін осы ыдысқа саламын. Тортты жасайтын боламыз. Мен негізінен торт жаңағы молочная девочкаға творожный сырмен жасалатын кремді қолданатын боламын. Бұл кремді сіздер келесі видеодан көре аласыздар. Менің профилімде бар, творожный сыр крем деп жазсаңыздар. Осылай жақсылап распределять етіп жағып шығамын. Мен енді осылай жаңағы жасап үйренгем. Сіздер кольцомен жасасаңыздар болады. Мен сіздерге кольцомен үйрететін боламын, қалай жасау керекенін. Для начинающих осы кольцомен жасаған өте ыңғайлы. Себебі бізде бірінші жасаған кезде торттарымыздың бәрінде мен қолданып жатырмын. Осылай жасасаңыздар, жан-жағы түзу болып шығады барлық корждардың. Осылай распределять етіп салып шығамын. Бұл өте жақсы. Мен басында бірінші рет торт жасаған кезде осымен жасаған болатын. Менде торттардың бәрі өстіп түзу шығатын болды. Міне біздің креміміз дайын болды. Бұны негізі осы жаңағы кальциясымен бірге холодильникке салып қойсаңыздар өте күшті болып шығады. Одан кейін осындай аттарын білмеймін. Осындайларды қолданамыз. Базардан қарап басыңыздар болады. Мына қара несімен, осынысымен үстін түзулейтін болам. Ал
арғы тұрған ашағында тұрған темірмен мен жан жағын түзулейтін боламын. Бір тегіс қып жасайтын боламын. Сіздер негізінен одноразовый пакет бар ғой, сондаймен қолдансаңыздар болады. Маған осылай ыңғайлы. Пакетпен дегенде жаңағы пакетті жағып, жаңағы пакеттің ішіне кремді саласыздар. И сол кремді жан-жағына жағып шығасыздар. Тесіп. Дайын болған тортымызды әсемдейтін боламыз. Ол үшін топ декор деген жаңағы красительді аласыздар. Бұл бізде красный бархатқа да, красный, мен голубой цветін алдым, көк цветін. Осы көк цветті оформлять ететін боламын. Сыртын әсемдеп болдым, жан-жағын енді осындай насадка аласыздар. Қандай номер екенін білмейді екенмін. Мен бұны капкейкке қолданамын. Және де пакетик, одноразовый пакетик. Осындай алып алсаңыздар жақсы. Или многоразовый деген бар, сондай сатып алсаңыздар болады. Бұны кремге неге қолдансаңыздар өте күшті. Мен осылайша әсемдедім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Егер де сіздерге рецепт ұнаған болса, маған тіркеліп лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Соңына тыңдағандарыңызға рахмет.